Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Біз бүгін қазақтың дәстүрлі тағамы қуырдақты дайындап үйренеміз. Бұрындары қуырдақты дайындаған кезде, мал сойған кезде жаңағы, яғни балғын етпен дайындалған. Ол үшін қуырдаққа бізге қажетті заттар. Ол жаңа сойылған малдың бауыры, өкпесі және жүрегі. Сонымен қатар аз ғана жаңағы көкөніс қосса болады. Ол жаңа картоп, пияз, тұз, бұрыш, әрине сосын май керек болады. Ал енді достар, ең бірінші біз алдымен ыдысқа май құямыз да, оны қазанға қыздырып аламыз. Ең бірінші ұзақ дайындалатын нәрсе ол жаңағы малдың, жас малдың жүрегі. Міне бірінші жүректі саламыз, туралған өкпені де алдын ала турап, тазалап, жуып аламыз. Бірге қосып, міне қазанға жаңағы дайын болған туралған өкпе мен жүректі салғаннан кейін кішкене су құйып, оның үстіне аз ғана тұз саламыз. Енді осының барлығын араластырып, сонымен достар, міне жаңа қыздырылған майға туралған, тазаланған, алдын ала бәрі дайындалған өкпе мен жүректі саламыз да, аз ғана тұз салып, кішкене су құйып, оны бір 10-15 минутқа, яғни піскенше, жұмсарғанша жаңағы аз ғана отқа қоямыз. Кішкене күтеміз. Ол уақытта жаңағы уақыт өткізбеу үшін көкөністі дайындап турап қоюға болады. Ол жаңағы 1-2 картоп, 1-2 пияз, сарымсақ қоссақ та болады, әртүрлі шөптер қоссақ та болады, сонымен қатар жаңа қара бұрыш та қосуға болады. Қуырдақ бұл қазақ халқының ежелгі тағамы. Бұл туралы алғаш рет 15 ғасырда айтылған. Тағамның атауы қуыру деген сөзден шыққан. Көбінесе бұл тағам мал сойылған кезде, сол кезде жаңағы ішек қарынан, бауырдан, өкпе жүректен дайындалған. Ал енді құрметті достар, міне біздің қуырдағымыз дайын болды. Қарасаңыздар, барлығы жұмсақ болып пісті. Сонымен дайын болған қуырдағымызды табаққа салып, дастарханға бере берсек болады. Ал енді сонымен, құрметті достар, біздің қуырдағымыз дайын. Мінекей, астарыңыз дәмді болсын.